Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабаққа деген көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы болса, сабағымызды бастайық. Мен бүгін сабағымызды пазл әдісі арқылы бастағым келіп тұр. Экранға назар салыңыздар. Пазлды ашып көрейік. Ненің суретін байқадыңыздар? Әрине, бұл жеміс жидектер. Ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жеміс жидектердің пайдасы. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары 5-2-3-1 хабарландырудың құрылымы мен рәсімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату. 5-3-2-1 жанрлық ерекшеліктеріне сай рәсімделуі мен құрылымын сақтап хабарландыру құрастырып жазу. 5-4-3-1 тура және ауыспалы мағыналы сөздерді көп мағыналы сөздер, амоним, антоним, синонимдерді көркемдік ерекшеліктеріне сай қолдану. Бүгінгі сабағымызда біз жеміс жидектердің адам денсаулығына маңызы туралы сөйлесеміз. Хабарландырудың құрылымы мен рәсімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажыратамыз. Хабарландыру жазуды үйренеміз және тура және ауыспалы мағыналы сөздерді, көп мағыналы сөздер, амоним сөздерді көркемдік ерекшеліктеріне сай қолданамыз. Сіздер қалай ойлайсыздар? Құрманың адам ағзасына қандай пайдасы бар? Балалар, экранға назар аударыңыздар. Құрма туралы қысқаша бейнефильм көрейік. Бейнефильмді көріп отырып, оның ең басты 3 пайдасын дәптерлеріңізге түртіп алыңыздар. Құрма дәруменге бай жеміс түрі. Бұл жеміс көбіне Рамазан айында дастарханымыздан табылып жатады. Ал бүгінде ғалымдар дәруменге бай бұл жемісті жиі тұтынуға кеңес беріп отыр. Көптеген халықтарда құрма қасиетті тағам саналады. Бұл жемістің 2-3 данасының өзі ағзаға өте пайдалы. Күніне 3 құрма жеп қана ағзаны қажетті микроэлементтермен қамтамасыз етуге болады. Дәрігерлер тіпті тәтті әрі зиянды кәмпиттердің құрмамен алмастыруға кеңес береді. Ал ғалымдар құрманы 2-3 жыл аштықта талғажау етуге болатынын дәлелдеп отыр. Бұл жемістің осы және де өзге де пайдасы туралы айта кеткенді жөн көріп отырмыз. Асқа деген тәбетін жақсартып, жұмысқа деген қабілетін жақсартады. Глюкозаға бай бұл жеміс жүйкені тыныштандырып, ұйқыны қалыпқа түсіреді. Зерттеу бойынша құрманы көп жейтін адамдарда өкпедегі қатерлі дертпен ауыру кем-де-кем кездеседі екен. Құрма құрамындағы магний бүйрекке тас жиналмаудың алдын алады. Сондай-ақ ағзадағы тұзды шығаруға көмектеседі. Жарақат алғанда немесе күйген жерге жақса, тез жазылады. Жеміс жидектердің тағы қандай пайдасы бар деп ойлайсыңдар? Енді әткеншек әдісі бойынша әр топ кезекпен бір сөйлемнен айтады. Бір топтың айтқанын екінші топ қайталамаймыз. Кәне, кім бастайды? Оқулықта оқылым мәтіні берілген. Сол оқылым мәтінді мұқият оқып шығайық. Оқып болған соң экрандағы сұрақтарға жауап береміз. Бұл тапсырма арқылы біз мәтіннен нақты ақпараттарды табуды үйренеміз. Мысалыға, сұрақтар. Жүзімнің 100 граммында қанша калория бар? Жүзім шырыны несімен пайдалы? 1 килограмм жүзім қанша азық-түлікке тең? Мәтін негізінде Т кестесін толтырайық. Жүзім тек тәтті емес, ол нағыз дәрумендер қоймасы екенін дәлелдеп жазайық. Кестеде көрсеңіздер, сол жақта жүзімдегі дәрумендер, оң жақта адам ағзасына пайдасы бар екенін жазамыз.
Мына мәтіннен қателерді тауып көрейікші. Сөздердің дұрыс жазылуын сөздікке сүйеніп түзетіңіздер. Бұл біздің сауаттылығымыздың белгісі. Сіздерге қате жазылған сөздер берілді. Сол сөздерді мәтінге қарап дұрыс жазыңыздар. Мысал үшін, отырғызу, адамдардың, жемысын, игілікке деген сөздер қате жазылған. Осыны дұрыс жазуға тырысайық. Ол үшін оқулыққа да назар салсаңыздар болады. Берілген сөздердің амонимдерін тауып, мағыналарын нақтылайтын бірнеше сөйлемдер құрау қажет. Бұл сөздердің бірнеше мағынасы бар. Мысалы, 100 сан есім және 100 суға жүзу. Осы сөздерді қатыстырып, мағынасын ашатын сөйлемдер құрастырыңыздар. Сөздер әрқашан өз мағынасында жұмсалынбайды. Көркем сөйлеу үшін біз ауыспалы мағынаны қолданамыз. Мысалдарға қарап, өзіңіз де бірнеше тіркес ойлап табыңыз. Мысалға, салыстырайықшы, тәтті алма тура мағынасында, ауыспалы мағынада тәтті ұйқы. Тура мағынасында өткір пышақ, ауыспалы мағынада өткір тіл. Терең көл тура мағынасында, ауыспалы мағынада терең ой. Міне осы сөздердің оқулықтан әрі қаратай толықтырып жазып шығайық.
Жазылым тапсырмасы негізінде хабарландыру құрастырайық. Жанрлық ерекшеліктеріне сай рәсімделуі мен құрылымын сақтап, жеміс-жидектерді сатуға байланысты хабарландыру құрастырып жазыңыздар. Құрылымды сақтауды ұмытпаңыздар. Құрылымдың бірінші тақырыбын жазамыз, екінші мазмұны, үшінші уақыты мен орны, төртінші ұйымдастырушы орынды жазамыз. Жақсы. Балалар, әр тапсырма сайын дескрипторды өздеріңіз бағалап отырыңыздар. Бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Сабағымызды қорытындыламастан бүгін біз не үйрендік? Әрқайсымыз бір сөзден қорытындылайық. Сабақ сіздерге ұнады ма? Ұнаса, өзін-өзі бағалау парағын алып, тапсырмалар бойынша қалыптастырушы бағалау бізде 10 балл, әр орындалған дұрыс тапсырма үшін қойған балдарыңызды санаңыздар, өздеріңізді бағалаңыздар. Балалар, үй тапсырмасын жазып алайық. 7-ші тапсырманы орындаймыз. Жемістер туралы жұмбақтар тауып келеміз. Денсаулықты сақтау үшін жемістерді жеп жүруді ұмытпаймыз. Сау болыңыздар.